2014 жылы 17 қаңтар күні 52 жастағы Гарольд Сасканың үйіне полиция қызметкерлері келді. Полиция қанға толы Гарольд Сасканың мәйітін тапты. Гарольд Саска мен 18 жасар өгей қызы тұрған. Полиция келген кезде қыз үйде болмаған. Сіздермен бірге Fortress of History каналға жазылып, лайк басып жайғасыңыз. Біз бастаймыз. Сара Гонсалес Маклин 9 шілде 1994 жылы дүниеге келген. Ол штат Канзас, Топека қаласында өсті. Ол ұялшақ, мейірімді қыз болып өсті. Ол мүгедек інісін үйде қарады. Және оның әпкесі болды. Сара кішкентай болған кезде көрші еркек оған сексуалды тұрғыда тиіскен. Содан бері қыз шошынып қорқып оянатын болды. Өсе келе түсінде шошыну Сарадан қалмады. Сара үйден қашып, ішімдік ішетін болды. Психологиялық тұрғыда денсаулығы қиын еді. Әке шешесі Сараны психологқа апаратын, бірақ одан түк пайда болмады. Уақыт өте келе Сараның әке шешесі ажырасты. Әкесі уақыт өте келмейтін болды. Сара шешесімен бір үйге сыйыспады. Ол өз үйінде қатты қысылып жүрді. Үйден кеткісі келді. Үйден кету үшін ол жұмыс істеу керек болды. 14 жасында Сара кафеге жұмысқа тұрды. Ол кафенің бастығының есімі Гарольд Саска еді. Гарольд Саска сол уақытта 3 кафесі бар еді. Ол діндар адам еді, христиан дінін ұстанған. Бірақ қол астында істеген адамдардың айтуынша ол басқа адам еді. Менеджер Терри Джерриге Гарольд Саска жас және әдемі қыздарды ғана жұмысқа ал деп айтатын. Ол менеджер қыздарды жұмысқа алған кезде бастықтың қыздарға сексуалды тұрғыда тиісетінін айтатын. Уақыт өте келе Гарольд Саска Сарамен қатты жақындасты. Ол Сараға киімін алып беріп, көлігімен үйіне жеткізіп көмектескен. Мені өз әкеңдей көр, үйдегілерге мен туралы айтудың қажеті жоқ деген екен. Сара 16-ға толған кезде ол тағы зорланады. Сараны досы зорлап кетеді. Сара қайтадан қиын кезеңге тап болды. Ол бұл қиындыққа жынданып, өзіне қол жұмсағысы келген. Осы жағдайдан кейін Сараны психиатриялық емханаға жатқызған. Кейін емханадан шыққан соң ол дәрілер ішіп жүрді және психологқа барды. Сара жақындарымен жақсы қарым-қатынаста болмады. Сол кафеде жұмыс істемесе де, Гарольд Саска оған хат жазып, ақшалай көмектесіп тұрды. Гарольд Сараға бірнеше рет бірге тұруды ұсынған. Бүкіл жағдайыңды жасап берем, өз үйінде жау болғанша менің үйімде тұр деген екен. Сара өз үйінде тұрғысы келмесе де, Гарольдтың ұсынысына келіспеген. 2012 жылы Сара мектеп бітіріп, Гарольдпен бірге тұруды шешті. 17 жастағы қыз Сара жаңа өмірім басталды. Менде енді бәрі болады деп ойлады. Бастапқы кезде Гарольд Сараға керек нәрсенің бәрін алып беріп тұрды. Колледжге де түсіріп, оқудың ақшасын төледі. Сыйлықтар беріп, оған тиіспейтін. Олар көршілерге Сара оның өгей қызы деп айтқан. Көршілермен түсінбеушілік болмау үшін. Сара 18-ге толған сәтте бәрі өзгерді. Гарольд Сараға бүкіл жасаған жақсылығын айтып, жыныстық қатынасқан түсуге ұсыныс жасады. Сара бас тартқан. Сара оны әке деп жүрген кезде, сондай ұсыныс оның басына сыймады. Гарольдқа оның жауабы ұнамады. Сол кезде ол ақырын оған далада қалатынын меңзейтін. Гарольд Сараның психикасына байланысты дәрілерін ауыстырып, оған басқа есірткілік дәрілер беретін. Сара дәріні ішкеннен кейін есі ауатын. Сол кезде Гарольд 1-2 рет қызды зорлап талған. Ал басқа уақытта қыз Гарольдпен жақындасқысы келмеген кезде ол жынданып, айқайлап, заттарды лақтыратын. Кейін Гарольд Сараға бүкіл сатып алған заттың тізімін жазып, жұмсалған ақшаны Сара қайтармай, үйден кетпейтінін айтқан. Ол Сараны ақшаны қайтармай қашатын болса, сотқа беретінін айтып қорқытып ұстаған. Сараның жалақысы аз болды, қарызды қайтару қиынға туды. Қарыздардың ішінде үлкен сомадағы қарыз ол Сараға жасаған пластикалық операция еді. Ол операциялардың бағасы $16,000 еді. Уақыт өте келе, Сара мейірімді, ұялшақ қыздан, агрессивті, ұрысқақ, жабық қызға айналды. Ол зоомагазинге барып қоянды немесе басқада жануарларды сатып алып, үйге алып келіп пышақпен қинап өлтіріп, терісін қолмен сыпырып, етін жейтін. Ол соңғы кездері қатты өзгерді. Ұйқысы қашып, түрі өзгеріп, жаман ойлар келе бастады. Сара басқа адам болып шықты.
2014 жыл 17 қаңтарда полицияға Гаральдтың серіктестері хабарласып, Гаральд 3 күндей жұмысқа келмегені туралы хабарлады. Полиция Гаральдтың үйіне келген кезде, есігі жабық болғаннан кейін, терезеден бір еркектің еш қимылсыз жатқанын көреді. Есікті бұзып кіргенде Гаральдың өліп жатқанын көреді. Оның қасында бірнеше сыраның банкалары жатты. Мәйітті сараптамаға алып келіп тексерді. Бірнеше рет пышақпен мойнынан ұрғанын байқады. Сыра банканың ішінде сыраға ұйықтататын дәрі қосылғанын анықтады. Тергеушілер Сара деген қыздың сол үйде тұрғанын білді. Олар оның ұялы телефонын тапты. Тергеушілер Гаральдты біреу өлтіріп, қызды алып кеткен деген ойда болды. Кейін тергеушілер Сараның жұмысқа хабарласып бірнеше күн болмайтынын айтқанын білді. Олар қыздың үйіне барып, анасымен сөйлескен кезде, анасы Сараның апасымен хабарласқысы келгенін айтқан. Полиция апасының телефонына хабарласқан нөмерлерді қараған кезде, Сара бірнеше дүкендердегі таксофондардан апасына хабарласқаны туралы білді. Олар сол дүкендегі бейне бақылау камераларынан телефонға Сара хабарласқанына көз жеткізді. Осы сәтте полиция қызметкерлері Сара Гаральдты өлтірген күдікті екендігін түсінді. 11 күн өткен соң, яки 25 қаңтар, сағат түнгі 10-да Эверглейдстегі ұлттық паркте, Гаральдтың көлігінің ішінде ұйықтап жатқан Сараны тапты. Полиция қызды оятып, тұтқынға алар кезде, көліктен 2 тапанша, 2 пышақ, 1 балта тапты. Қыз тергеу барысында шындығын айтты. Гаральдты өлтіріп қашып кеткені туралы мақұлдады. Сара Гаральдтың зорлағаны, қорқытқаны, ұрғаны туралы айтты. Сара өз өмірін қорыққаны үшін оны өлтірген. 14 қаңтар күні Гаральд үйдің ішінде жөндеу жұмысын жасап жатқан кезде, Сараны сыра алып келуге жұмсаған. Сол кезде Сара сыраны алып келіп, 4 банкадан кейін келесі банкаларға ұйықтататын дәріні салып сыраны апарып берген. Гаральд есінен танған кезде, аяқ қолын байлап, пышақты алып, бірнеше рет пышақпен мойнынан ұрған. Оның қанымен ваннаға барып бостандық деп жазып, душ қабылдап, киініп, планшет, ақша, көлікті алып кетіп қалған. Ал ұялы телефонды әдейі тастап кеткен. Полиция оны тез тауып алмау үшін ол Флорида штатына қарай жолға шыққан. Сара Гаральдпен жасаған қылмысын айтқаннан кейін полиция түсінеді деген үміт болды. Бірақ полиция Сараны есі дұрыс емес қаншер ретінде қабылдады. Ал Гаральд болса, қарапайым құрбан болған католик ретінде қабылдады. 2014 жыл ақпан айында сот кезінде Сараның қорғаушысы Сараның психологиялық тұрғыда ауыратыны туралы, ол не істеп жүргені білмейтіні туралы айтты, және Сара істеген ісіне кешірім сұрады. Бірақ сот қорғаушының бұл сөзіне сенбеді. Өйткені прокурор Сара Гаральдты өлтіру себебі Сара қанішер, ол өлтіргеннен ләззат алады. Гаральд оны зорламаған, Сара өзі қалаған деп бірнеше дәлелдермен сөзін бекітті. Сара өзінің туған әпкесіне мен таптым қалай өлтіруді деп телефоннан хат жазған. Прокурордың тұжырымы бойынша Гаральд діндар адам, ол жолдан тайған Сараға көмек көрсетті. Гаральдтың көмегі соңында өзіне өлім болып қайтты. 2015 жыл 4 қыркүйек 21 жастағы Сараны соттың шешімі бойынша 50 жылға дейін абақтыға жапты. Осы жағдайдан кейін бұл істі бүкіл тілшілер, халық біле бастады, және Гаральдтың қызды шынымен зорлағаны, қорлағаны, қорқытқаны туралы дәлелді неге сотта қолданбады? Неге сот біле тұра үнсіз қалды деген сұрақ ғаламторды шулатты. 2021 жылы Сара прокурормен келісім жасап, 50 жылдан 25 жылға мерзімін азайтты. Достар, бұл істе кім жауыз? Сара ма? Гаральд па? Менің ойымша өмір көрмеген Сара жауыздан қатты шаршап, сенетін адамы болмаған соң, сондай іске барды. Өкінішті.